Қымбатты оқырмандар, жағдайларыңыз қалай? Бүгін сіздермен кішкентай балалар памперсін ауыстырардың алдында оларды қалай подмывать ету керек, астын қалай жуу керек, осы жайлы ақпарат айтатын боламыз. Ең біріншіден, баланың астын жууды негізінен роддомнан бастауға болады. Егер де сіз алғаш рет ана болып отырсаңыз, ол жайында педиатр медсестрасы сізге сұрасаңыз толық түсіндіріп бере алады. Екінші айта кететін нәрсе, қанша уақыт сайын баланың астын жуып отыру керек деген сұраққа жауап бергім келіп тұр. Ол балаңыздың памперсін 2-3 сағат сайын ауыстырған кезде, әр ауыстырғанда астын жуып отырған дұрыс. Себебі қызарып кетуі мүмкін, раздражение болуы мүмкін, сол себепті соның алдын алу мақсатында жиі шайып отырған жақсы. Үшінші айтатын нәрсе, ол баланың астын подмывать еткен кезде әр жуған сайын сабынмен жуа бермеу керек. Себебі ол баланың терісін құрғатып жіберуі мүмкін. Және оның pH ортасы, яғни қышқылдық ортасына әсер етуі мүмкін. Сондықтан да сабынмен жуа бермейміз қайта-қайта. Енді баланы қалай жуындыру керек, осы жайында түсіндіріп өтейін. Видео түсіреміз қазір. Кеттік. Ең алдымен баланы жатқызып қоямыз. Балаңыз тышып қойған болса, түріне қараймыз да, оған ұрыспау керек. Себебі ұрсатын болса, онда ол мен дұрыс нәрсе істемеген екенмін дейді де, кейін ода запор пайда болуы мүмкін. Сондықтан да, ой, ути-пути, қандай күшті, сен молодецсің дей отырып, қолыңызға влажная салфетка, немесе мынадай ватная дисканы алып, жылы суға сулап, алдымен алдыңғы жақтан артқы жаққа қарай нәжістің түйірлері болса, соларды тазалап алған дұрыс. Тазалап алған ватный дискіні салфанға тастайсыз да, ал баланы мынадай қолыңызға аласыз. Менің қолымдағы кукла кішкентайлау болып тұр, бірақ аласыз да, өзіңіздің балаңызды кеудеңізге қарай бас жағын қысасыз, қолыңызды денесінің артынан жібересіз, бір қолыңызды сол жамбас жағынан, аяғынан ұстап аласыз. Осы кезде баланы ұстау безопасно. Дальше аласыз да, суды алдынан артына қарай бақытта жуып тазалайсыз. Әсіресе қыз балаларды осылай жуындырған дұрыс. Тағы бір ескеретін нәрсе, жуындыру кезінде ағып тұрған судың астында баланы ұстауға болмайды, себебі ыстық судан мұздай суға бірден ауысып кетуі мүмкін, ал бұл балада қорқыныш сезімін тудыруы мүмкін, ол кейін бала судан қорқып қалуы мүмкін. Кейін полотенцені алып, баланы орап, қайтадан өзінің жаңағы жатқызатын төсегіне әкеліп жатқызамыз. Жақсылап сүртіп, әсіресе шат аймағын, складкалардың барлығын тазалап, 1 минут ауада жатқызып қойсаңыз болады. Бұл воздушная ванночка болады. Кейін балаға памперсін кигізіп жатқыза бересіз.